Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен натурал сандар бөлгіштері мен еселіктеріне тоқталатын боламыз. Алдымен натурал санның екенін еске түсіріп алайық. Бұл ұғыммен сіздер таныссыздар. Санауда қолданылатын сандарды біз натурал сандар деп атаймыз. Мысалы, 1, 2, 3, 4 және ары қарай шектеусіз жалғасады. Ал енді бүгін біз бұл видеода танысатын жаңа ұғымдар ол бөлгіш және еселік ұғымы. Осы екі ұғыммен мұқият танысаңыз және кез келген натурал санға бөлгіш еселік іздеуді үйренетін боламыз. Сол үшін видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал бастайық. Мысал ретінде біз 12 деген санның бөлгіштерін қарастырып бастайық. Бөлгіш іздеп бастаған кезде өзіңізге сұрақ қойыңыз. 12 саны қандай сандарға қалдықсыз бөлінеді? Ең кіші бөлгіш кез келген натурал сан үшін 1 болады. Яғни кез келген натурал сан 1-ге қалдықсыз бөлінеді. Ары қарай 12 саны қалдықсыз 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді, 6 және ең соңғы ең үлкен бөлгіші 12 болады. Яғни өзі болады. Демек есте сақтап қалыңыздар. Кез келген натурал санның бөлгіші 1-ден басталады да, бірнеше бөлгішін болуы мүмкін арада, соңғысы міндетті түрде өзі болады. Сонымен қатар мұқият болыңыздар. Сізге егер мұғалім тапсырма берген кезде 12 санның бөлгіштерін жаз десе, сіз толық түгел жазған кезде ғана сізге өте жақсы деген баға қойылады. Енді оны қалай түгендейміз? Мысалы, қақ ортасынан алған кезде екеуінің көбейтіндісі 12-ні беру керек. Ары қарайда бір-бірімен бөлгіштері жұптарымен бірге тұру керек. Ары қарай мысалы 2 мен 6-ны көбейтсем 12, 1 мен 12-ні көбейтсем 12. Демек менде бөлгіштері түгел тұр. Тағы бір мысал қарастырайық. Мысалы, біз қарастыратын сан ол 18 болсын. Ал бөлгіштерін жазып бастайық. Ең алғашқы қай сан болады? Әрине 1. Ары қарай 2-ге бөлінеді, 18 қалдықсыз. 3-ге де бөлінеді. 4-ге, 5-ге бөле алмаймыз. 6-ға бөлінеді. Енді қараңыздар, ортада бізде бөлгіштерінің жұбы пайда болды. 3 пен 6-ның көбейтіндісі 18. Енді ары қарай мен 2-ның бөлгіш жұбын жазам. 2 18 болу үшін оның бөлгіші тағы біреуі 9 болу керек. Ең соңғысы 1-дің жұбы 18-дің өзі болады. Тағы бір бөлгіш іздейік. Мысалы 24 санына. Ал бастаймын. Нешеден бастаймын? Әрине 1-ден. Ары қарай 2-ге бөлінеді 24 қалдықсыз, 3-ге, 4-ге, 6-ға. Міне ортада менде бөлгіштерінің жұбы пайда болды. 24. Енді 3-дің жұбы 8, 2-ның жұбы 12, 1-дің жұбы 24. Осылай түгендеп алсам, өзіме оңай болады. Сіздерде осы әдісті үйреніп алсаңыздар болады. Енді еселік тауып бастайық. Дәл осы 12 санына еселік іздейтін болсақ, онда ол болады ең алғашқы еселік. Енді бұл жерде қандай сұрақ қоямыз өзімізге? Мен қандай сандар жазсам, сол сандар 12-ге қалдықсыз бөлінеді. Ең алғашқы еселік міндетті түрде кез келген натурал санға ол өзі болады. Яғни өзін-өзіне көрсек, қалдық қалмайды ғой. Ары қарай, екінші еселігі өзінен 2 есе үлкен болады. Үшінші еселігі 3 есе артық болады. Төртінші еселік 4 есе артық болады. Және бұның шегіне жету ең үлкен еселігін табу мүмкін емес. Сондықтан да көп нүкте қойып қоямыз. Енді есте сақтап қалу үшін мына жерге сызық жазып қояйын. Кез келген натурал санға еселік іздеген кезде өзінен бастаймыз. Үтір қойып бірнеше сізге тапсырмада 4-еуін тап, алғашқы 5-еуін тап деген сияқты тапсырма берілетін болса, оларды тізіп жазасыз да міндетті түрде соңына ары қарай шектеусіз деген мағынаны беру үшін көп нүктені қойып қоясыз. Енді мысал ретінде қарапайым бір 5 санының еселіктерін де қарастырып көрейік. Оның алғашқы еселігі әрине өзі болады. 5, екінші еселігі 10, үшіншісі 15, төртіншісі 20, бесіншісі 25. Көп нүкте қоямын да жақшаны жабамын. Немесе тағы бір еселік тауып көрейік 10 санына.
алғашқы еселігі 10-ның өзі болады, екінші еселігі 20, үшінші еселігі 30, төртінші еселігі 40, және ары қарай жалғастыра беруге болады. Есеп шартына қарай. Енді сіздерге тапсырма, бөлгіш еселік табуды нақты түсініп алған болсаңыздар, комментарийге 30 санының барлық бөлгіштерін және қарапайым 7 санының алғашқы 4 еселігін ғана тауып жазып қойыңыздар. Осымен аяқтаймыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийде қалдырыңыздар. Сонымен қатар қолдау білдіріп, каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.